Алтын Орда. Екінші тарау. Сартақ Алтын Орда ханы болып тағайындалған қоян, яғни 1255 жылдың қысын шаһарындағы хан сарайында өткізді. Хан ордасына тікелей қарайтын негізгі жұрттардың ең көбі қыпшақ болған. Теріскей Кавказ, Саксин, Қырым елдері мен Хорезм хандығы. Біреулерінде бұл жылдар тыныштық болып, ал екіншісі қысқы кезде байланысуға тым малыс жатқандықтан Сартақ күз түссе-ақ өз істерін былай қойып діни мәселелермен шұғылданған және іргелес отырған орыс князьдерімен қарым-қатынастарын нығайту жұмысына кіріскен. Тауық, яғни 1249 жылы әйгілі князь Александр Невскиймен анда болғаннан бері Сартақ христиан дінін есінен тастаған емес. Өйткені шешесі де насрани дініндегі керей руынан шыққан еді. Және жастай тәрбиелеушілері де осы діннің адамдарынан болатын. Сол себептен де қарамағындағы орда адамдарында оған енгізбек болып, Ленницада тұтқынға түскен неміс шебері Госсетке барыс, яғни 1254 жылы Сумеркент шаһары тұрған аралдың қарсы жағынан Еділ өзенінің төменгі батыс сағасына шіркеу салдырып алған. Ал Сартақтың өз ордасы Еділ мен Тан өзен ортасындағы далада, Еділден 3 күндік Қыпшақ жерінде болатын. Қыпшақ еліне келсек, бұл ел мұсылман қауымына жататын, сондықтан шіркеуге жұрт ағылып бара қоймаған. Бірен-саран хан ұрпақтары ғана шоқынған. Баласын бұл қылықтарын хабардар Бату оған қой демеген. Бір ретте баласы анда болған Александр Невскийдің елінің келешегі күшті. Үлкен жұрт түбі бұдан да күшейіп кете ме деп қауіптенген хан Сартақтың бұл дінге кіргенін жек көрмеген. Ал шындығында Сартақтың шоқыны деген құрат еді. Өзге жұртты шоқынуға үгіттемеген, өзі христиан дінін тапжылтпай ұстайтын кісі болып та кетпеген. Ата-бабасы бақсы балгерді, шамандарды ғана тәңір тұтқан моңғолдың ат үстінде өскен жігітіне толып жатқан ауыр ережелері бар дінге бірден тізе бүгу қиын еді. Оның үстіне Сартақтың христиан дініне мүлдем беріліп кетпеуінен тағы бір себеп ол 30-ға жеткенше 6 қатын алған. Екеуі моңғол руларынан, үшеуі Қыпшақтан, біреуі Алан қызынан болатын. 6-ауы да бала тапқан, бірақ біреуі де тұрмаған. Орта маңындағы мұсылмандар әйелдерін үшеуі де мұсылман, екеуі Будда дінінде, өзі христиан дініне кіріп шоқынды. Сондықтан бұны қарғыс атты. Әкесі мен шешесі екі дінде болса, ондай адамдардың баласы тұрмайды екен. Екі түйе сүйкенсе, ортасында шыбын өледі. Христиан мен Будда құдайлары мұсылман құдаймен балаға таласқанда, құдайлардың біреуін болмаса, біреуін кәрі тиіп, сәби өледі екен деп өсек таратқан. Бұл өсек Сартаққа жеткен. Осыларын айтып жүргені рас шығар, келесі әйелім христиан дініне табынатын болсын деп 7-ші қатын алмақ болған. Андасы Александр Невскийдің қаласына қонаққа барып жүргенінде князь ұрпағынан шыққан Наталья деген 16 жасар қызды көрген. Қыз болғанда қандай? Қыпшақтар айтқандай, өзі шекер, өзі бал, өзі қайын, өзі тал. Жұмыртқадай аппақ уылжып тұрған періште. Қызды бір көргеннен құмарта түскен. Қызын әке-шешесі де көнген. Іштей ұнатпағанмен де атақты Алтын Орда ханның баласына қызымды беремін деуге олардың ауыздары бармаған, қорыққан. Міне, пәле дәл осы тұста басталды. Өзі христиан болғандықтан некесін шіркеуде қиюға тиісті екен. Ал Новгород епископы Ион бұлардың некесін қимай қойған. Хан баласы сенің бұл әрекетін бізге ұнайды дегені. Алтын Орданың болашақ тірегі. Сартақ әфенді, сен бізге қымбатсың, бірақ сенен де бізге христиан діні қымбат. Ол діннің ережесі бойынша әр христиан бірақ әйел алуға тиісті. Ал Наталья қызы алғың келсе, анау 6 қатыныңды тастап талақ ет. Сонда ғана некелеріңді қиямын деген. Ион епископты жалынып та, қорқытып та көрді. Үстіне торқа шық жауып, асына күміс ер тоқымды жорғада мінгізіп, уысап алтын теңге де беріп жібітпекші де болды. Епископ бұл бергендерін шіркеуге дейін пітірін шығар деп бәрін де алды. Бірақ 6 қатыныңды тастамай некелерді қисам, мені құдайдың қарғысы атады деп көнбей қойды. Бұрынғы қатындарын тастауға Сартақтың батылы бармады. Хан баласымын десе де Алтын Орданың шаңырағын ұстап тұрған 40 оғының алтауына айналған әйелдерінің
әке ағаларының кәрінен сескенді. Өз әскесі көтерген шаңырақты босаңдатқысы келмеді. Ал Наталья қыз болса, хан баласын жанын өртеп әкетіп бара жатты. Әбден қиналған Сартақ дымы құрып, ордасында өзінің хатшылық қызметін атқарып жүрген Насрани дініндегі мүләзим ұрымды қояққа жабысты. Христиан дінін шығарған әулиелер тек бір қатынмен ғана өмірлерін өткізіп пе? Деді. Тілге тиек ететін бірдемелер тауып көрсейші. Иә, ол әулиелер солай өткен. Және өз діндерін ұстаған әулеттеріне әйелдер өлмей, не талақ етіп тастамай екінші қатын алуға рұқсат бермеген, деген қояқ. Бірақ христиан дініндегі патшалар әлдесіз күйі ханның ордасында болған мұсылман ишандары мен христиан шоп топтарының айтыс сөздерін естімеп пе едіңіз? Жоқ, естігем жоқ. Бұл айтыс күйіктің сенің әкең Батумен кездесер сапарына шығар алдында болған. Күйік ханның өлер сапарын айтасың ба? Иә, деді қояқ. Сол айтыстың анығын мен кеше ғана білдім. Қарақорымдағы румдық досым жазып жіберіпті. Иә, айтыс қалай өтіпті? Оқиға былай болған. Христиан тәрбиесін алған күйік ислам дініне қарсы бірталай әрекеттер істеген. Сол әрекеттің бірі осы айтыс еді. Бұл кезде күйік Самарқан шаһарына келіп жатқан. Айтысқа мұсылман қауымына өте қадірі бар Нұриддин Хорезми имам шақырылған. Айтысқа күйіктің өзі қатынасқан. Талас бірден мына сұрақтан бастаған. Христиандар, Мұхаммед пайғамбар қандай адам болғанын айтып беріңіз? Иман: Мұхаммед дүниеге Алла тағаланың ең соңғы жіберген пайғамбары, әулиелердің көсемі. Мұхаммедтің қасиетті бас иген Мұса пайғамбар: О Алла тағала мені Мұхаммедтің үмбетіне қоса көр десе, ал Иса пайғамбар: менен кейін келетін әулиеден Құдай тағала шарафатын даяма, оның аты Ахмет болады деген деп жауап береді. Христиандар: кім рухани таза өмір сүрсе, Иса пайғамбар тәрізді әйел затына құмарлықтан аулақ болса, сондай адамды әулие деуге болады. Ал Мұхаммед пайғамбардың 9 әйелі толып жатқан баласы болған. Бұны қалай түсіндіресіз? Деген. Имам: ал Дәуіт пайғамбардың 99 әйелі, Сүлеймен пайғамбардың некелескен 360 қатыны, некелескен аманат қалған 1000 әйелі болған. Мұны қалай дейсіздер? Деген имам сұраққа сұрақ қойып. Христиандар: жоқ, олар пайғамбарлар емес, патшалар деп сылтау тапқан. Бұл жағынан жеңе алмаған христиандар күйікке енді имамға Мұхаммед пайғамбардың барлық ережесі бойынша намаз оқып шығуын бұйыруды өтінеді. Хан бұйырады. Нұриддин Хорезми имам осы сарайда тұрған бір мұсылман қартты қасына шақырып, екеуі намаз оқуға кіріседі. Христиандар намазды оларға дұрыс оқытпайды. Біресе арт жақтарынан шымшиды, біресе бастарын жайнамазға тигізіп еңкейтетін шақтарында желкелерінен итеріп маңдайларымен жер соқтырады. Әйтеуір білгендерін істейді. Бірақ Мұхаммеддің өсиеті бойынша намаздарын бөлсе күнәһі қалатынын білетін екі мұсылман бұған қарамай ең соңғы сүрелерін оқып намаздарын бітіреді. Сосын ханға тәжім етеді де өз жайларына кетеді. Ертеңіне таң ата күйік 100 000 қолмен Батуға қарсы Қыпшақ жеріне аттанады. Бірақ 3 күн өтпей Оранғыт өзенінің жоғарғы тұсына жеткен кезде күйік кенет қан құсып дүние салады. Мұсылман қауымын ислам дінін келеме жеткені үшін күйікті Мұхаммед пайғамбардың аруағы атты деп шулады. Мұсылман қауымы оған сенеді. Әрине күйіктің жоқ жерден ажал табуы айтысын емес, тіпті басқа себептен еді. Ал хатшысы қояқтан 99 қатын алған Дәуіт пайғамбардың 360 некелі қатын, некесіз заманатқа 1000 әйел алған Сүлеймен пайғамбардың қылықтарын естіген, Натальяға 3 айдан бері қолы жетпей қыса болып жүрген Сартақ епископке айтар сөз таптым деп құлпырып сала берген. Мен де патша баласымын, бүгін патша болмаса ертең Дәуіт пен Сүлейменнен кем емес, патша боламын, жол менікі, деді ол. Новгород епископы сөзге тоқтаса, шіркеуден Наталжанмен некемізді қиғызамын. Ал сөзге тоқтамайды екен. Онда Сартақ өзі ызалана сәл тоқтап қалды да қояққа қарады. Бар, 100 басы сырмаққа айт, жолға шығамыз. Бірақ сырмақтың өзі кірді. Бұл екі иығына 2 кісі мінгендей апайтөс, арыс кеуделі төртпақ келген 30 шамасындағы қара жоры жігіт еді. Басындағы қарасақ бөркі, үстіндегі боз түйін жүннен тоқыған
Жағасын қара құндыз терісімен көмкерген қысқа бешпенті, ат үстіне ыңғайлы ықшам саптама еттігі, жүз басынан қыпшақ руларының бірінен екенін айтпай-ақ көрсетіп тұр. Ол үйге жалғыз кірген жоқ, өзімен бірге жұқа өңді ақсары жігітті ала кірді. Бұның үстіндегі киімі еділ бойының ақшеніндегі жұрттың үлгісімен тігілген. Түсінде бір абыржығандық, қорыққандық белгі бар, қару жарақсыз. Аттарыңды ерттеңдер, деді Сартақ Сырмаққа бұйыра. Қазір жүреміз. Қайда? Деді Сырмақ алып кірген жігіттің желкесін ұстаған қалпында, босатпай. Новгородқа, Наталда келеміз. Ал сөйле, деді Сырмақ желкесінен ұстап тұрған жігітті төмен бұқтыра. Анау тізерлеп отыра қалды. Бұл кім? Деді Сартақ жаңа ғана өң жоқ, түс жоқ бір тізерлеп мөлиіп отырған жігітке көз аударып. Берке хан ордасынан қашып келген адам, деді Сырмақ. Бату да атасы Шыңғыс ханның дәстүрі бойынша Алтын Ордаға бағынатын жерді, елді омақ етіп, өзімен бірге Шығыс Еуропаны, Кавказ, Еділ бойын алуға қатысқан ұрпақтарына бөліп берген. Бұлар қарамағындағы елді жеке билемеген, Батуға бағынатын. Бұларды бұрын моңғолша омақ ағасы деп, ал соңғы кезде Құлағу Иранды Бағдатты шапқаннан бері әмір деп атай бастаған. Тек түркі елдері өздерінің көне дәстүрі бойынша хан деп кеткен. Батудың өзінен кейінгі інісі Берке сондай хандардың бірі еді. Бұның ордасы Сары құмнан, бір кезде Царицын, қазіргі Волгоград қаласының орны. Сәл жоғарырақ Еділ өзенінің жағасындағы Ақтөбе деген биіктеу адырының тұсында тұратын. Бұл араның қыстыгүні суықтығына қарай Берке Ақтөбеде өзіне арнап қала салдырып жатқан. Бұның да атын Сарай деп қойған. Неге қашып келдің? Деді Сартақ. Өзің кімсің? Есімім Сарыбұғы, деді жігіт. Моңғолдың Барғыт руынанмын. Әкем Есубұғы, әйгілі Сүбетей баһадүрдің күзетшісінің бастық мұқадамы болған. Өзім Берке ханда сүлгіш еді. Мен Берке хандай құдайды алдап, мүләйімсіп, күнде бет-тоқымды 5 рет жуып, ал түнде кісі өлтіретін мұсылман емеспін. Бізге сүлгіші құл керегі жоқ, деді Сартақ. Ананың сөзін бөліп жіберіп шыдамсыздана. Қашқан себебімді айт. Себебім біреу-ақ, деді жігіт басын төмен түсіре. Ұлы жошы хан баласы Берке менің бас иген төрем. Мен құлымын. Жек көру деуге аузым бармайды. Шыдай алмадым. Әсіресе ақырғы істеген зорлығы. Ол қандай зорлық? Шыдамсыз Сартақ жігіттің сөзін тағы бөліп жіберді. Осы бір 7 бұрын Мұхаммед пайғамбардың салған жолы деп Новгородтан жас иіс тоқалдыққа бір ақсүйектің қызын алып келген. Ай десе аузы, күн десе көзі бар бір керемет. Сол қызды Сартақтың жүрегі дір ете қалды. Қыздың аты кім? Деді ол даусы қатты шығып кетіп. Жігіт тілі келмейтін есімді бөліп айтты. Наталья. Сартақ тұрған орнынан қозғалмай қатты да қалды. Бұрын сіз құда түсіп жүр екенсіз, деді жігіт Сартақтың жаралы жанын ауырта түсейін дегендей батыра сөйлеп. Ал сол қызды үйіне алып келгеннен кейін жігіттердің көк шыбықпен аппақ жұмсақ жерінен дүрелетіп отырып, еріксіз мұсылман дініне кіргізді. Сосын барып некесін қидырды. Ал қыз бейшараның жылағанын көрсеңіз. Сартақ қашқын сөзін әр жағын тыңдауға шыдай алмады. Жүз басына тек әкет деп бұйрыға ғана аузы барды. Не дерін білмей теріс бұрылып кетті. Жігіт тек мұсылман Беркенің жұртқа істеп жатқан қорлығына бұдан әрі шыдай алмадым, жаным ауырған соң қасиетті Сайын хан баласы сізге қаштым деуге ғана үлгерді. Сырмақ оны есіктен бір-ақ ытқытты. Мұсылман дінде, осы діндегі Беркеге бұрыннан да өш Сартақ енді оған бұрынғысынан бетер кектене қалды. Алтын Орда тағына отырған күннен бастап сол ислам діндегі тілі майда, діні қатты әкесінің інісі Беркені қалай құрту жолын ойлаумен болған. Қыс аяғында белгілі шешімге де келген. Мұхаммед пайғамбар өз дінін дүние жүзіне тарата бастағанда ең алдымен көз тіккен жердің бірі Хорезм мен Қыпшақ даласы екен. Сондықтан да 7-8 ғасырлардың өзінде Мауранахар мен Дешті Қыпшақтың оңтүстік жағы Сейхун дариясының орта тұсында ислам дінінің мәдени ошақтар орнай бастаған.
Рас, бұрын насрани дінін қолдап келген Орта Азияның Самарқанд тәрізді шаһарлары жаңа дінге оңай жол бермегенді. Сөйтсе де жаңа дін мұсылмандық діні өзінің орнын алған. Сондықтан бұл араларда Қарнақ, Сұнақ тәрізді араб қожаларының жаңа дін кенттері орнап қалғанды. Бұрынғы насрани, аздаған христиан діндерін ұстаған кейбір қауымдары қуғынға түсіп, ислам діні Орта Азияда да орын алды. Ал 13-ші ғасырда Хорезм мен Қыпшақ жеріне моңғолдар кірді. Бұл христиан дінінің жағдайын кілт өзгертті. Рас, шамандықты ұстаған моңғол шапқыншылар өздерінің негізгі әрекеттері мен әдеттері мен христиан, мұсылман, будда діндеріне бірдей қарады. Алым-салықтан үшеуін бірдей босатты. Дегенмен моңғол жерінде Шыңғыс ханнан бұрын христиан діні әжептәуір тараған болатын. Моңғол рулары мен оның Керулен өзендерінде аралас көшіп жүрген түркі тұқымдас Керей, Найман тәрізді рулық қауымдар бар еді. Ал Шыңғыс ханның ұрпақтарының бір талайлары осы керейлерден қыз алған. Одан туған балаларын сол христиан рухында тәрбиелеген. Осының бәрі христиан дініндегі қауымдарға мұсылман дініндегі жұртқа үстемдігін жүргізуге мүмкіндік берді. Сөйтіп, Хорезм мен Дешті Қыпшақтың оңтүстік аймақтарында ислам діні қуғынға ұшырай бастады. Әсіресе шешесі Керей қызы өзі сол христиан діні рухында тәрбиеленген Қарақорымдағы ұлы хан Күйіктің тұсында мұсылмандардың халі қиынға айналған. Рас, Күйік бар болған 200 жыл хан болды. Жылқы, қой, мешін, яғни 1245-48 жылдары ғана. Бірақ ол сол жылдар ішінде біраз діни шаруа істеді. Хорезмнің кейбір Самарқанд секілді үлкен қалалары христиан дініндегі Армения, Грузия секілді елдермен діни уәкілдер арқылы қатысып, христиан дінінің бүкіл шығыс көлемде одақтасуын күшейе түсуіне жол ашты. Кейбір үлкен шіркеулерде Иисус Христостың суреттерін орнатып, осы дінді қуаттаған. Әулие дәрежесіне көтерілген кейбір Дәуіт, Сүлеймен секілді патшалардың икон суреттерін ілгізді. Күйіктен кейін Қарақорымда ұлы хан болған Мөңке көп жылдарын Қыпшақ жерінде өткізгенмен де шамандар ғұрпынан шыға алмады. Шамасы келгенше христиан, будда, мұсылман діндерін бірдей ұстауға тырысты. Сондықтан да бату өлместен бұрын Орұсут шіркеуіне барып шоқынған біле тұрса да, Алтын Орда ханы етіп Сартақты бекіткен. Сен христиансың, ал басқармақ елдерінің дені мұсылман деп оны кеудеден қақпады. Алтын Орда тағына Сартақтың отырған аз болғандай, Мөңке оның билеп отырған жеріне Кавказ жағынан жаңадан жер қосып берді. Мөңкенің осындай өзіне жақсы қарайтынын білетін Сартақ енді мұсылман дініне, сол дін арқылы сүйгенінен айырған әкесінің туған інісі Беркеге қарсы күрес ашпақшы болды. Сартақ тек діни тартысты күшейтуді ғана ойлап қойған жоқ. Діні мәселесі оған, шынын айтсақ, Алтын Орданың саяси жолымен байланысты еді. Ал оның көз тіккені әсіресе Орұсут еді. Христиан діні Александр Невскиймен арада болғаннан кейін Сартақтың мемлекеттік істерінде ерекше орын алған. Орұсут халқына Орта Азия мен Кавказ елдеріндегідей моңғол шапқыншылығы орасан үлкен апат әкелді. Біздің әкелеріміз бен туған-туысқандарымыздың қанына жер лықылдап қойды. Тірі қалғандарын адам баласы келе алмас алыс жаққа құлдыққа айдап әкетті. Жер мен жексен етіп қиратқан, өртенген қала орындарын жуса мен алып ота жапты. Отанымыз жат жұрттың аяғының астында тапталды, деп жазылған сол кездегі Орұсут елінің көне шежіресінде. Моңғол шапқыншылығы қандай ауыр тисе, олардың үстемдігін жүргізу де жеңіл тиген жоқ. Князьдықтары Алтын Орда құрамына кірмегенмен, моңғол шапқыншыларына салық төлеп тұруға міндетті болды. Шаруашылығы әбден күйзелген халыққа мұндай салықты төлеу өліммен бірдей ауыр тиді. Ал салықты алғашқы кездерде моңғол қызметкерлері, соңынан Орұсут князьдары жинап, ордаға апарып берді. Бұл салықтардың дер кезінде жиналуын жай халықтардың бөтен қылықтарын бақылап тұратын әскери топтардың бастықтарын басқақ деп атады. Бұлар жұрттың қаққанда қанын, сыққанда сөлін алды. Төлей алмаса дүре соқты, үйін өртеді. Осындай шалкен деген қаншер басқақтың қиянатын халық ақшасы жоқтың баласын алды, баласы жоқтың әйелін алды, әйелі жоқтың түгелдей өзін алды деп жыр шығарды. Әсіресе халыққа болмашы бірдемені сезсе, Алтын Орда жауынгерлерін тосынан тосып, Орұсут қалаларының шабатын әдеттері қатты батты. Үнем осылай
Бұған шыдай алмаған Орұсут халқы әлсін-әлсін Алтын Ордаға қарсы бас көтерді. Осылай Тверь, Ростов, Ярославль, Суздаль тәрізді шаһарлар бірнеше рет шабылды. Моңғол қосындары Орұсут еліне келген сойқан қырсық еді. Бірақ осы батыр ел шығыстан келген қамды балақ жауының сүйір ұшты найзасына жалаңаш кеудесін қарсы тосты, оны әлсір етті. Сөйтіп, батыс Европаны жаулап ауылдан құтқарды. Орұсут жеріне дәл осы тұста жалғыз моңғолдар ғана емес, батыс мемлекеттерін де басып алғылары келді. Теріскей Европа мен шығыс елдерін Орұсут жерімен байланыстыратын маңызы зор. Сауда жолында тұрған Ұлы Новгород жеріне осы кезде неміс кресшілері қайтадан шабуыл жасау дайындығына кіріскен. Ал Новгород жұрты өздерін моңғолдар шаппағанымен арасына жол салып бастарынан Ливон ордені мен неміс рыцарларына қарсы екі үлкен айқас өткізгендіктен әбден әлсіреп қалған еді. Мұндай жағдайда теріскей шығыс Орұсут князьдарының басшысы Владимир мен Новгородтың ұлы князі Александр Невский. Оның өзі отырмағанмен өз атынан балаларын біреуіне тапсырып, Ұлы Новгородсын сырттай да басқаруға хақы бар болады. Өзге князьдардан Ливон орденінен Орұсут жерін қорғауға күш сұрайын десе, бәрі де Алтын Орда соққыдан әлі есін жия алмай жатқан. Есін жимақ түгіл бастарына төнген жоқшылық пен зорлық-зомбылықтан күннен күнге жүдей түскен. Осының бәріне төзген бұл қандай ер халық. Орыстың ерлігі де табандылығы да моңғолдан кем емес, тіпті артықты, деп жазды өзінің дәптеріне шығыс саяхатшысы. Әттен моңғолдар бастарын қостырмады, әр қаласын, әр князьдігін жекелеп шапты. Міне осындай кезеңде Александр Невский немере інісі Гаврилді орда тағына биыл жазда отырған Сартаққа доңыз, яғни 1256 жылы елші етіп жіберді. Ондағы ойы неміс рыцарлары мен Ливон орденінен қарсы шығу үшін ең болмаса Алтын Ордадан тыныштық тауып, ыңғайы келсе, Псков пен Новгородты уақытша салықтан босату, сөйтіп тыныстарын кеңейтуге мұрсат беруді сұрап еді. Қысын сақылдаған сары аязы тұрған. Сарай Бату шаһарына батыс жағының құлайтын жолмен Алтын Орда төлеңгіттері қоршаған, бастарына қыпшақи сиыр төбелі түлкі тымақ, қарсақ бөрік киген Гавриил басқарған Орұсуттың бір топ оңғы боярлары қалаға кірді. Сартақ ордасының алдында жаңа ғана сыртқа шығып тұрған, басында дақарадай құндыз тымақ, иығына жай әшейін жаба салған құндыз ішік, қарусыз. Тек ішік ішіндегі зерленген қара зауыты, мауыты, пешпетінен бүйір тұсынан сүйім қарыс етіп қақтаған алтын белбеуіне байланған. Сүйек сапты, алтын қыналы сала, құлаш қанжары ғана көрініп тұр. Келе жатқан адамдардың ішінен атақты Александр Невскийдің немере інісі Гаврилді танып, асықпай орда баспалдағынан төмен түсіп, аттыларға қарсы жүрді. Салт аттылар Алтын Орда ханының өзі бұларға қарай беттегенін көріп, аттарынан түсете қалды. Қоршап келе жатқан күзетші жігіттердің екі-үшеуі қонақтардың аттарынан тізгіндерін ұстап, жолдан қиғаш тұрған рабатқа қарай беттеді. Орұсут князьдары мен боярлары Сартаққа таяп келіп, иіліп сәлем берді. Сартақ Гавриил мен моңғол әдетінше төсіне төсін тигізіп амандасты. Жолдарың оң болсын, деді Сартақ. Айтқаның келсін, Алтын Орда ханы, деді Гавриил сәл басын иіп. Сіздің андаңыз біздің ағамыз князь Александр Ярославичтің өзіңізге арнап жолдаған өтінішін айтқалы алыс жолдан ат сабылтып келіп қалдық. Қымбатты князь, сәлемдемесі далада тұрып тыңдарлық қысқа емес шығар, деді Сартақ. Ордаға кіріңіздер, қонақ болыңыздар. Сартақ Гавриилмен қатарласа оның қасындағы кісілерді ертіп ордасына қарай жүрді. Сонда ғана өзге князьдардан сәл қиғаштау келе жатқан ұзын бойлы, ақыл сары, жүдеу өңді қою қызғылт сақал мұрты, бурыл тартқан үстіне шұбатылған тері тон киген Новгородтың белгі адамының бірі Святославты көрді. Оның үлде мен бүлдеге оранған Алтын Орда бекзадаларына қараған ызалы көгілдір көзінен ана жылдағыдай тағы бір суық ызғарлы сазды байқап қалды. Сартақ жымия күлді. Орұсут елі мынандай жоқшылыққа ұшырап шереге асты. Жеуге тамақты әзер тауып жатқанында, сендер біздің арқамызда үлде мен бүлдеге оранып жүрсіздер ғой деп ойлап келе жатырсыз ғой. Қайсар Святослав дәу де болса, деді ішінен Алтын Орда ханы.
Онысы да рас еді. Святослав Алтын Орда бекзадаларына тұнжырай қараумен болды. Қоян, яғни 1219 жылы шығыс елінің осы тұстағы ең үлкен хандығының бірі Хорезмшах мемлекетіне Шыңғыс хан аттанысы басталар алдында отырардың найыбы, яғни бұл хан орнынан қалған шаһар билеушісі деген сөз. Хорезмшах Мұхаммедтің немере інісі Қадырхан Ұланшық болатын. Отырар ол кезде мықты бекініс және Қорасанның мәдениет ошағының бірі еді. Қадырхан найыптың қарамағында 20 мың атты әскер тұрған. Шабуыл алдында Шыңғысхан осы отырарға барлау ретінде өзіне қызметке еткен мұсылман саудагерлері мен моңғол бекзада ұрпақтары бар 450 адамнан құраған керуен жіберген. Бұл керуен сырт қараған адамға отырарға сауда-саттық үшін келгенде еді, ал шын мағынасында барлау керуені болатын. Шыңғыс ханның бір тәсілі шабатын елдеріне алдын ала әдейі адамдар жіберетін. Олар ешкім бөгет ала алмас, жау келеді. Жақында осы араға жетіп қалар деп жұрттың күні бұрын зәре-құтын қашырып, берекесін алатын қауесет өсек тарата бастайтын. Бұл керуеннің адамдарын да осындай лақап таратуға жіберген. Келгендер әдеттегідей сауда-саттық керуені емес, барлау керуені екенін біліп қалған Қадырхан найып керуен адамдарын теп-тегіс қырып салған. Дүние мүліктерін өз қазынасына түсірген. Жалғыз ғана адам қашып шыққан. Содан болған оқиғаны естіген Шыңғыс хан қаһарына мініп, Хорезмшах Мұхаммедке Қадырханның қол аяғын сендеп Қарақорымға жеткізуін сұрап елшілер жіберген. Мұхаммедшах бір жағынан туысын ұстап беруге өзге әмірлерден қорыққан. Екінші жағынан 20 мың әскер бар отырар найыбының оңай берілмейтінін түсінген. Шах енді амалсыздан моңғол ханымен соғысуға мәжбүр болған. Келген елшілерді бұл да тегіс өлтірген. Содан соң ол әскерін жинай бастаған. Бұрын соғыспауға өтірік уәдескен Шыңғысхан сыныққа сылтау етіп аттанысқа шыққан. Отырарды шабуды ортаншы балалары Шағатай мен Үгедейге тапсырып, үлкен баласы Жошыға Сейхун дарияның жоғары жағында кенттерді алуды бұйырған. Сол жылы күздің бас кезінде моңғол әскері отырарды қоршап алды. Жауынан ешбір кешірім күтпеген Қадырхан 20 мың әскеріне қала тұрғындарын қосып, жан аямай қарсыласып бақты. Қаланы қоршап алған моңғол әскері 5 ай бойы ештеңе істей алмады. Әттен осы кезде бір қайғылы оқиға болды. Ұрыс алдында отырарға жәрдемге Мұхаммедшах жіберген Қараша батыр басқарған көшпенділердің әскері опасыздық етті. Бұдан әрі моңғолдарға қарсы тұруға шыдай алмай, Қараша батыр бар қосынысымен бір түнде қаладан шығып өздерінің даласына қарай қашты. Бұлар шыққан дарбазадан сол сәтте моңғолдар кіріп үлгерді. Енді ұрыс қала ішінде болды. Әскерінің дені қырылған Қадырхан енді қаланың ортасында Хисар дегеніміз сол кездегі бекініс, цитадель, кіріп бекінді. Ұрыс бұрынғыдан да қыза түсті. Қалаға кірген моңғол жауынгерлері қолға түскен тұрғындарды қойдай етіп бауыздады. Бірақ халық әр үй, әр қораны бекініске айналдырды. Найып ортасындағы ержүрек Қадырхан мен оның өлімге бел буған батыр жауынгерлері қарысын тұрып алды. Бұл арада да айқас-айдан астам мезгілге созылды. Ақыры күші басы моңғол әскері жеңуге айналды. Сонда да Қадырхан жау қолына өзі келіп түспеді. Ақыры Хисарды моңғолдар алып, Қадырханның енді ұрыса жері қалмағанын өзінде де ол ең соңғы жолдастарымен Найып сарайын төбесіне шығып, жаумен сол жерден алысты. Ал сарай төбесінде де бұл ең соңғы екі серігі де оққа ұшып, жауны ататын жебесі біткен кезде бұл қалың моңғол қалына айбат шегумен болды. Ханизақандары, бұл дегеніміз амал тапқыш әйелдері, әкеп берген сарай кірпіштерін жоғары қарай өрмелеген моңғолдарға тастады. Талайын құлатты. Ақыры сарай ханизақандары да тегіс қырылып, жауынан лақтыратын кірпішші де қалмағанда, Қадырхан өзін тірідей соға жан-жағынан қоршап таяп келген жатқан моңғол тобына қарусыз жұдырығын түйіп алып қарсы ұмтылды. Осылай қолға түсіп, үсті-басы қып-қызыл қанға малынып, қансырап жатқан Қадырханның жанына Үгедейдің үлкен ұлы күйік келген. «Шын батыр екенсің», деді ол. «Батыр адамды моңғолдар да құрметтейді. Өлер алдында не тілейсің?»
сұра, береміз. Жалғыз ғана тілегім бар, деген Қадырхан. Сендердің қабан тұмсықтарыңды көргім келмейді, тезірек өлтіріңдер. Ызалана қалған ей қолындағы жалаңаш қылышымен тартып жіберген. Осылай батыр Найып қаза болған. Моңғолдар отырар қаласын 10 күн тонаған, бірде-бір қышын қалдырмай күйреткен. Бір кезде дүние жүзіне әйгілі ұлама Әбіл-Мансұр әл-Фараби кітап оқыған. Бүкіл әлемде кітапқа бай шығысын ең үлкен кітапханасы болып саналатын отырардың ғажайып кітапханасын өртеді. Осылай қанішер басқыншылар бір кезде екінші Мекке деп аталған атақты отырардың жермен жексен еткен. Моңғол қостары осы арадан екіге бөлінген. Бірі Бұхара мен Самарқандқа аттанған. Олар бұл қалаларды да алған. Шыңғысхан әскері келместен бұрын 1000 жарым жыл өмір сүрген Самарқандтың кез келгенін қызықтыратын Хисар, Рабат сарайлары, діни ғибадатханаларын дымын қалдырмай күйретіп тас қалқан еткен. Моңғол әскерінің екінші бөлегі бұдан кейін Сығанаққа беттеген. Қыпшақтың бұл бекініс шаһарының тұрғындары да кеуделерінде шыбын жандары қалғанша алысқан, қарсыласқан. 7 күн тынбай соғысып, ақырында жеңілген. Моңғол найсап жауынгерлері бекініс шаһарды тонаған, адамдарын қойдай қырған. Сығанақтан кейін олар Хорасанға қарай ұлы Хорезм хандығына аттанған. Осы қырғындардың ішінде моңғолдардың Қарабұғы атты 18 жасар шомбалдай қара жігітті көзге түскен. Бұл өзін алып күшінің арқасында қазандай тастарды бөріктей лақтыратындығымен, не қорқуды білмейтін жолбарысты жүректілігімен ғана көзге түсіп қойған жоқ. Ол әсіресе өзінің асқан қаны безерлігімен, адамды аяуды білмес қаталығымен есірей тұрғындардың зәресін алды. Қарабұға кейінірек бір әскері бөліссе Бату ханның қарамағына көшті. Алтын Орда иесінің сапында талай шабуылға қатысты. Легница майданында да болды. Міне, осы Қарабұғаны Бату да жақсы көрді. Соның арқасында 100 басы дәрежесіне жетті. Қатыгез қайсарлығымен, Алтын Орда мүддесі үшін жан аямай істеген қызметімен Қарабұғы Сартаққа да ұнаған. Оның ең оң қолына айналған. Қарабұғы бір күні ешбір қылмыстан шошып көрмеген. Алтын Орда қаны пезерлерінің өздерінде таң қалдырған, жандарын түршіктірген. Жаз шыға бастаған кез еді. Мал көкке тойынып, аққу қазының әні естіліп, әлемнің сәні кіріп қалған. Жылдағы кәсібі бойынша орысық диқандар жер жыртып, тұқым себуге кірісіп кеткен еді. Осы кезде орысық қыстақтарының көктем салығын жинауға Алтын Ордадан көптеген төлеңгіт жасақтар шыққан. Сол тұста Қарабұғы басқарған бір топ моңғол жігіттері Новгородке жақын бір шағындау қалашығында болып, өз ордаларына қалай келе жатты. Жасағының алдында жал құйрығы төгілген есік пен төрдей қара айғыр мінген Қарабұғы. Қара темірден шынжырлы сауыт пен қара дулыға киген. Өзгелерден анағұрлым денелі Қарабұғы анадайдан бір қара жартас жылжып келе жатқандай көрінеді. 6 кісіден құрылған жасақтың соң жағында дөңгелектері дағарада 2 аяқты 3 арба келеді. Қасқыр, қоян, қарсақ, түркі терлерін таудай етіп үйіп апты. Бұл қыс бойы еленіп көктем шыға Алтын Ордаға берілетін салықтың бір бөлшегі еді. Топ көгілдір толқынды қамысты көлді айнала берді. Көлдің теріскей жағындағы өңірде орысыт мұжықтары ағаш соққаларына сиырлар мен шолақ құйрық мәстектерін жегіп ап, жеп жыртып жүрген еді. Кенет көгілдір белінен көз алмай келе жатқан Қарабұғы атының басын тежеп кілт тоқтай қалды. Көлдің қамысты жағасын ойпаттау тұсынан бір топ балалар шыға еді. Бәрі де балиғатқа толмаған, бүлдіршін кілең. Балалар қамыс арасынан сірә үйрек қан жұмыртқалары жинап әкеле жатқан болулары керек. Киімдерін етектерін тоңып pitіп алыпты. Кенет сұсты моңғол жасағын көріп тоқтай қалды. Шапқыншылардың әбден зәре-құты қашып қорқып үрейленген бейшаралар көздері бажырайып сәл тұрды да, жалма жан етектеріндегі жұмыртқаларын жерге лақтырып жіберіп, құлындағы дауыстары құрғаққа шыға шыр етіп қаша жөнелді. Алдарында аяғы жерге тимей, шашы алтын жалатқандай сап-сары бір қыз бала кетіп барады. Балтыр аппақ бойы да өзгелерден бойшаңдау ма қалай? Қарабұғы дүниені жаңа ғана көріп тұрғандай тамсана қарап қадалды да қалды. Атын оқыс тебініп қалып еді, ытқи жөнелді. Ал қыз бала тосын жүріп
Құзғынға кезіккен заматта сезген албырт жүрек таудай тулап, жас денені қақ жарып жібере жаздады. Есін білмей құлағаны да сол еді. Құзғын көмейі қатыгез неме ат үстінен іліп алды да кетті. Жасағына жайтандай келген ол: «Сендер жүре беріңдер, мен біраздан соң қуып жетсемін» деп көл жағасындағы қамысқа қарай ат басын бұрды. Сәл-пәл уақыт өтті ме өтпеді ме, қыздың даусы қайтып естілген жоқ. Жан алғаш қара дүлейді көргенде оның нақақ жүрегі жарылып кеткен еді. Балалардың алғашқы үрейлі дауыстары шыққан сәтте бір сұмдықтың болғанын сезіп қалған мұжықтар естері қалмай жүгіре жөнелген. Сонда қоғасы жапырылған тұсқа жұрттың алдымен қорбандап жүгіріп жеткен Святослав бет-аузы қош-қош тастай ұсқынсыз біткен қара бұғының зу ете түскенін көріп қалған. Әттең қолында өлер еді-ау, тоқтамай өте шықты. Тек құлыншағының жансыз денесін құшақтап қалды. Сөйткенше болмай шұбырып өзге мұжықтары да жетті. Святослав үстіндегі кенет көйлегін шешіп сәбиін денесін орап шымқады да: «Шаруаларына бара беріңдер» деп бұйырды мұжықтарға. «Ханның алдына бір барып қайтпай үйге келмеймін». Содан соң баласының денесін бауырына қысып құшақтап Новгородқа таман Илман көлінің тоғайлы жағасына үзеңгілес бекзадалармен саяхат құрып жүрген Батуды бетке алған. Бұл келгенде хан тобы жаңа ғана көл жағасынан қайтқан екен. Святославтың Александр Невскийдің адамы екенін түсінген хан нөкерлері оны Батудың алдына алып келді. Бату жаңа ғана жуынып шатыр алдында тұр еді. Святослав сәл басын иді де баласының денесін құшақтан қалпында болған оқиғаны қысқаша айтып берді. Бату сәл бозара түсті де жендеттеріне қара бұғыны тез тауып әкелуді бұйырды. Ханның бозарған түрінен мейірімсіз қатты ашуға мінген түсіне қалған жендеттері заматта жоқ болды. Сосын Бату өз ордасына қонаққа келіп жатқан ұлы хан үгедейдің емдеушісі атақты лама Сахия пандитті шақырды. 70-тен асып кеткен оқымысты дәрігер қасына келгенде орыс адамы құшақтап тұрған қыз баланың неден өлгенін біліп біреуін сұрады. Нөкерлері ханның жеңіл жорық тағын шатырдың алдына әкеп қойды. Жұрт та жиналып қалды. Бату жібек кілем үстіндегі тағына отырды. Оң жағына мөңке, сол жағында тетелі сіңісі берке келіп тұрды. Сөйткенше болған жоқ. 4 жендет өткір ұшты найзаларын шаншып жіберетіндей. Жан жағынан оқтап ызадан желке жүні үдірейіп кеткен қабандай бет-аузы түк-түк боп бүкірей қалған қара бұғын алдарына салып айдап әкелді. «Қолына кісен салыңдар» деді Бату. Екі жігіт екі жағынан кеп қара бұғының қолын артынан қайырды да шынжырлы кісенді сарт еткізді. Осы кезде үйден баласын көтерген Святослав пен Сахия пандит шықты. Жұрт қара бұғын бір сұмдық істеген енді түсініп, орыс адамның қолындағы қыз баланың ашық бетіне үңіле қалды. «Неден өліпті?» деді Бату оқымысты дәрігерге қарап. «Тым қорқып кеткен болуы керек, жүрегі жарылып кетіпті» деді Сахия пандит. Бату қара бұғыға қарады. Оның мызғымас қысық көзінде бағынышты елдің бір қызы қорқып өлді деп Алтын Ордаға көп жылдан бері қызмет етіп келе жатқан сендей адамды бұлай қорлауың жөн болмаған сықылдау дегендей бір болмашы сезімнің ишаратты белгі берген тәрізденді. Бату қайтадан оқымысты дәрігерге бұрылды. «Сонда мына орыстың баламды зорлады дегені жалған болғаны ма?» деді. «Жоқ, бұл ақиқат» деді Сахия пандит. «Ол өлген қыз баласын денесін қорлаған». Жұрт тына қалды. Қарсылық етіп бірден берілмей көп айқасып барып жеңілген жаулардың үстерінен тақтай қойдырып, олардың сүйектері быртылдап сынып, жан дауыстары шығып жатқандарына еш мән бермей, тақтай үстінде турасын ішіп, серіктермен әңгіме құрып отыра беретін Бату кенет бұрынғысынан да қатты сұрлана түсті. Енді ол қара бұғыға қарады. «Ұлы бандит Сахияның айтып тұрғаны дұрыс па?» деді. «Солай» деді қара бұғы гүр етіп. Ол ұржия күлгендей болды. «Мен қыздың жанын қинаған жоқпын. Бәрі бір емес пе?» Бату енді тіпті боз боп кетті. Кейін сол жағында шеткерірек тұрған баласы Сартаққа көзі түсті. Оның қара бұғыға жеркене қарай қалғанын көрді. Бату оң жағындағы мөңкеге бұрылды. «Қандай үкім айтасыз?» деді. «Иә, моңғол жауынгеріне абырой бермейтін қылмыс», деді атты шулы қатыгез мөңке.
Бірақ көп жылғы алтын орданы сіңіріп келген еңбегін еске алып, жазаны сәл жеңілдеткен жөн болар. Көк шыбықпен 100 мәртебе дүре соғылсын. Бату енді сол жағындағы Беркеге бұрылды. Сіз қандай жаза дұрыс дейсіз? Мұсылман діні бойынша мұндай адам о дүниеде дозаққа жануға тиісті. Өйткені қиянат еткен адамы сәби ғой, деді мұсылман дініндегі Берке. Сонда да бұл дүниенің қылмысын о дүниеге қалдыру бізге де күнә. Бұған көк шыбықпен 1000 дүре соғылсын. Бату үйін тірескен жұрттың жүзін бір шолып өтті. Бәрінің де қабақтары жабылып, кісі өліміне әбден еттері үйреніп кетсе де, дәл мынандай сұмдық қылмыс істеген адамға ешбір кешірім бергілері келмейтіндей түксие қалған. Ал сіз не тілейсіз? Деді кенет ол Святославқа. Алтын Орда ханы, бар тілегі мына малғынды өз қолмен бауыздауға рұқсат етіңіз, деді. Бату кенет ойлана қалды. Мөңкенікі жөн, жеңілген елдің 10 жасар бір баласы өлді деп, 18 жастан моңғол үстемдігін көксеп, аянбай батырлық еткен адамды өлім жазасына бұйыруға бола ма? Әрине болмайды. Рас, бұның айыбы зор. Өлген баланы балағаттап, моңғол жауынгерлерінің атына нұқсан келтірді. Сол үшін Берке айтқандай 1000 дүре соққан абзал болар. Өліп кетсе ме, тірі қала ма, өзінің бағынан көрсін. Бірақ бұл үкімді өзгелер, мынау жұрт әділ көре ме? Түрлеріне қарасан тек қылмыстыға өлім жазасын тілеп тұрғандары хақ. Иә, бұлар тек өлім жазасын тілеп тұр. Хандарынан да сондай үкімді күтеді. Бұл аңқау ел жазығы жоқ миллиондаған адамды қырған хандарын осында бір болмашы істе әділеттілік көрсетсе, Сайын хан қасиетті хан деп атайды. Бір 100 басының өмірінен 100 000 халықтың пікірі қадірлі емес пе? Ол кенет Святославқа қарады. Болсын тілегін, деді. Жұрттың түкпір жағынан әлдекімнің бәрі келді. Бату хан әділетті хан, Сайын хан деген дауыстары да шығып қалды. Бәсе, деді сәл езу тартып Бату ішінен. Бұл қара халық импрам деген қызық, 1000 жамандығын ішінен бір жақсылығынды көрсе, соған да мәз. Тағдырының не болып бара жатқаны жаңа түсінен бастаған Қарабұға, кешір хан ием деп айғайлап жіберіп, бір дізерлеп отыра қалды. Сол сәтте Святослав баласын денесін жерге қойды да Қарабұғыға таянды. Қарабұғы оған жалына қарай бергенде, ықшам қимылдап, шықырын ішінен байланған қанжарын қынабынан суырып алды да тамағынан орып жіберді. Қарабұғының добалдай басы енді бір жағына қарай салбырай берді де, денесі әп сәтте жерге дүңк ете түсті. Святослав артына бұрылып та қараған жоқ. Жерде жатқан баласын денесін көтеріп алды да жүре берді. Оған ешкім тоқта деген жоқ, тек Бату ғана өзінің арт жағында тұрған бас уәзірі, әкесінің інісі, Шыңғыстың құлан қатынынан туған Құлқаның баласы сауыққа бұрылды. Жұртқа естіртпе, ана кісіні тоқтатып астына ат бер, қалтасына қызының құнын сал, деді. Хан тағынан сәл төменде отырған Легница айқасының қаһарманы хан шешуіне риза болған. Алтын Орданың әйгілі Лашқархаш үй бұзырығы. Бұзырық дегеніміз әскер басы, бас қолбасшы. Батудың жездесі Маңғыт Төлен батыр басын еді. Сайын хан Бату хан, деді ол. Жұртта Бату хан, Сайын хан деп даураға қалды. Өзінің 40 жылға жоқ шабуыл ұрыстарында әскері 1000 сан халықты қырған, дүниені хан сасытқан, ласқа салсан қайтпайтын Бату кейде осындай болмашы істермен әділетті болып көріне білетін. Бұл жолғысы да сондай тәсілінің бірі еді. Алтын Ордаға жан тәнімен берілген сан сыннан өткен бір батыр жауынгерінен өзі қатты үкім айтып айырылғанына іште ол өте қынжылған, бірақ сыр бермеген. Сондағы сурет Сартақтың күні бүгінге кейін көз алдында. Сонан бері 10 жылдай мезгіл өтсе де, Святослав әлі көкжал қасқырдай айбарлы, тек сақал шашына ақ кірген буылдыл тартқан. Әттен не керек? Сондағы оқиғаны әлі күнге дейін есіне ұстағанмен, Сартақ сол күні бір жағдайдан қырмаған. Сондағы жиынға Қарабұғын ең кішінісі Беркеден қашып келдім дегеннен кейін, Сартақ өзіне бақауыл дегеніміз орта сайраған ас бөлушісі етіп алған. Қазір хан тобының ең соңында келе жатқан мына Сарыбұғы да болған.
Ол ағасы қара бұғыға Сартақтың жеркене қарағанын да көрген. Бірақ беті бір бүлк етпеген. Тек Сартаққа өштесе қалғанын кезінде көзінде бір сәт пайда болды. Ызғар оты аңғартқанда қойған. Әрине бұны білсе Сартақ сары бұғыны өзіне бақауыл етіп алар ма еді, алмас па еді, кім білсін. Сартақ орысут елшілерін өзінің ерсеріктерін, нөкерлерін ертіп хан ордасына кіргеннен кейін, құрметті елшілер, бүгін іс жайын әңгіме етейік деді. Алтын Орда ханның қадірлі қонақтары болыңыздар. Барлық жұрт басын иіп тәжім етті. Сартақ енді ұрысуттар келгелі, достық сыңай көрсетпей, қабағын қарс жауып үндемей жүрген адамға бұрылды. Сауық аға, сіз де қырыс емессіз ғой, деді. Бұл Батудың кешегі бас уәзірі, бүгінгі орда ақылшысы Сауық еді. Қазір ол 60-тан асып кеткен қарт. Тұғырдан түсуге таяу бір кездегі мүбәрак жүзі әбден әжімделген. Бату өлгеннен кейін Шыңғыстың атақты ұрпақтарынан Алтын Орда маңында қалған ең үлкендері Берке, Байрасыбайра ұлысының ханы ордамен шаңырақтас жошының 5-ші баласы Сибаннан тараған Баһадүр және осы Сауық. Қазір Сартақтың қасында осы 3 ақсақалдың үлкені Сауық қана отыр. Ал Алтын Орда ханының өз ақылшысына жеке көңіл бөлуінің себебі де бар. Әкесі Құлқан Бату орысы жеріне аттанғанда бір қосынды басқарған. Ол Ит, яғни 1238 жылы Коломна қаласын алған. Осы ұрыста жау қолынан Құлқан қаза тапқан. Хан ұрпағы жау қолынан өлген қалаға моңғолдар өте өш келеді. Мұндайда шаһар бекінісін дымын қалдырмай құл талқан еткен. Қарсылық көрсеткен тұрғындарын қойдай қырып тастау Шыңғыс ұрпағының ежелгі салты. Осы айқасқа Сауық та қатынасқан. Әкесінің құнын қайтарамын деп жұртқа орасан қиянат істеген. Содан бері бұл орысут еліне қанды көйлек қас бертін келе Батудың бас уәзірі болған шағында да оның орысут елі жайындағы кейбір бітіміне іштей ала көз боп келген. Бірақ Алтын Орда ханның өз дегені болмаса өзгенің сөзін тыңдай қоймайтын қатал мінезінен жасқанып үндей алмаған. Ал Сартаққа ақылшы етіліп белгіленгеннен бері де алау жігіттер қос болмайды, таланған ел дос болмайды деген ұғымды кейде алдына тартып, Алтын Орда ханына ұрысып елімен тым жақындасып кетпеуін тілеген. Қолында күшің барда қасында дос, қасын жау еткің келмесе күшіңе күшіңді қос дейтін ол. Ханның әлгі сұрақты бұған не бергенін Сауық айтпай түсінді. Жөн ғой хан ием, деді басын иіп. Алыстан ат теретіп келген меймандардан дем алғандары ақылды жайт. Қонақтарға арналған ту бие сойылды. Шелектеп торасын сабалап қымыз әкелінді. Бақауыл Сарыбұға аяғын ұшымен жүріп қызмет етеді. Атақты қыпшақтайшы Сүлеңгіт қарағай домбырасын ұрғылай Шыңғыс хан шежіресінен белгілі Юань Чаобейшидің Алтын Орда ұлысына тараған Қыпшаки түрін айтты. Бұл дегеніміз 1240 жыл жазылған моңғолдардың құпия тарихы болады. Бір мезет ол тайжығыт адамдары ерте кезде Шыңғысты өлтірмек болып іздеп жүргенде үйіне тығып аман алып қалған тайжығыт тұрған шерені соғынан Темучин Шыңғыс хан болғаннан кейін оған Селенгу өзеніне шейін созылып жатқан меркіт жерін бергенін, Торған шерені дархан етіп сауыт киіп үкі тағуға рұқсат еткенін, егер әлде қалай қылмыс істесе 9 мәртебеге дейін ол жазаланбасын деген жарлығысын жыр еткенде Сартақтың ұлы атасы жақсылыққа жақсылық қайтара білетін кемеңгер еді деп төгіле қалды. Содан кейін Шыңғысты хан көтеруге күш қосқан әйгілі Алтай, Хучир, Сечей бейітке нояндардың жауынды шапсан әкеп береміз сарайына сұлуларын қыздардың, қатындардың бәрі сылқымын, сәйгүлік тұлпар қазмойын, жүрегін кілең жылқының, аңға шықсақ шарлап жер жүзін, саған деген ерге ілеміз, тоғайдың жанат құндызын деп басталып, бұзбақ егер сұхбат күніңді, біздей бақыр құлыңды, айырып қатын баладан жұртына қалдыр қаңыраған, деп бітетін Шыңғыс ханға берген анттарының Қыпшаки түрін айтқанда, сендер де Сартақ ханға сондай берілген адал болыңдар деген ойды шегелей түскісі келіп, әлсін-әлсін отырғандарға қарады. Тайшы ойын өзгелерден көрі Святослав пен Сауық жедел түсінді.
Сауық дұрыс қой дегендей тайшыға қарап басын изеді. Орұсут адамы бұрынғысынан да тұнжырай қалды. Ол келгеннен-ақ Бату ордасын алтын күмбезі салтанатты сарайларынан бастап, құндыз торқа қасқыр ішік, түлкі қарсақ дымақ киген, беттерін майы шыққан адамдарына дейін бөлдем жаратпай отырған. Өзін-өзі зорлап қанша сыр бермейін дегенмен қарс жабылған қабағы арқылы іштегі ашу сыртқа шыққан. Сартақтың да бұның көңіл күйін аңғарып қалғаны да осыдан еді. Ал хан ордасына кірісімен Святослав тіпті түнеріп кетті. Расында да өзінің туған ел жұрты жоқшылықтан жүдеп жеуге тамағы, киюге киімі, мінуге аты жетпей ойсырап жатқанда ақ майды аяғымен түйіп құндыз ішектерінің жағасын шал қайта ашып тастай, алтын күміс қару-жарақтарын жарқылдатқан жауларының көкейкесті күйін көру оған қиын еді. Сондықтан да бағына бері ханның тағамханасына кіріп ет жеп, қымыз торасын ішкенде де жолдан ашығып келгеніне қарамай тамағынан жөндеп ас өтпей жай жүрек жалғағанын да қойған. Бұның ішкі күйін Сартақтан бөтен тағы бір адам аңғарып қалған. Ол қырағы көз сауық еді. Я деген ол ішінен мен сендерді қандай жек көрсем, сен де бізді сондай жек көретінің даусыз. Түбі жағасын алатын жауым мына жас бөлтірік Гавриил емес, кәрі қасқыр өзің боларсың. Бір сәт екеуі де бір-бірінен сыр тарта көз тастаған. Көңіл күйлерін ұққандай болған. Бұлардың көздерінің қарашықтарында кенет сұп-суық боп жаңа қалған кек ұшқындары жарқ етіп айқасып, тай салып кеткен алмас қанжарлардай сол сәтте лап етіп тұтанғанда қайтадан кенет сөніп үлгерген. Айқасқа түсуге дайын екі жау ашуын ақылға ауыздықтатып бұдан әрі сабырлық еткен. Бағанағы үш ноян атына Шыңғысханның жауларымнан тапқан олжаларыңды маған бермей өздерің алыңдар. Аңға шығып алған құндыз көкжалдарыңды маған бермей өздеріне қалдырыңдар деген жауабын ең соңғы жыр етіп Қыпшақ Сүлеңгіт тайшыда айттарын тауысқан. Сарай төңірегінен әлде қашан торғауыттар, күндізгі күзетшілер кетіп, олардың орнын Қаптеғұлдар түнгі күзетшілер алған. Түнімен бірге бүкіл Шыңғысхан ұрпақтарының сарай ішіндегі тіршіліктерінің бөтен әмірінің бәрі кәшіктене қарамағына көшкен. Шыңғысхан дүние салғанына 40 жылға таяп қалғанымен оның мұрагер балалары, немерелері әйгілі дүние әкесінің тәртіп жасысында жазылған әмірлерін бұлжытпай орындап келген. Сондай бұйрықтың бірі хан сарайларын орда тыныштығын күзету тәртібі еді. Сол үшін ханның өзі Торғауыт, Қаптегіл жасақтарынан Кәшіктәні түменін құрған. Әскерлердің бұл түріне ол өте үлкен маңыз берген. Шыңғыс ханның сол тәртіп жасысында бұрын біздің қарамағымызда 800 Қаптегіл, 700 Торғауыт бар еді. Бүгінгі күні көк тәңірісі аспан мен жер құдіреттерін ұйғарумен мемлекет тізгіні бізге берілгендіктен, сол Қаптегіл, Сауыткер және Торғауыттардан арнаулы Кәшіктәні түмені құрылуын бұйырамын деп жазылған. Және сол түмен қандай адамдардың құрылуы көрсетілген. Біздің Кәшіктәне қандай адамдардан алынатын естеріне түсіру үшін мыңбасы біткен мынаны білулері керек. Қосын басыларының, мыңбасыларын, жүзбасыларын, онбасыларын және қарапайым жай жұртында балары біздің Кәшіктәнеге қабылдансын. Олар қабілетті және біздің маңайымызда қызмет істеу үшін сырт пішіндері де келбетті болсын. Бізге қызметке кіруге келген мыңбасылардың балалары өзіме бірге 10 жолдасын және бір інісін ерте келсін. Жүзбасылардың балалары 5 жолдасын, бір інісін, онбасылары мен жай қарапайым адамдардың балалары түскенде 3 жолдасын, бір інісін ала келсін. Және бұрын өздері қызмет істеген жасақтарынан аттарын мініп, қару-жарақтарының асына келсін. Біздің Кәшіктәнеге кірген жігіттер жанымызда қызмет істейтіні мәлімделгенде, бұрынғы әскер қатарында болған жасақтарынан мыңдықтар оларға 10 жолдастан ертіп жіберсін. Және әкелерін бергеніне қарамай, олардың астарына мінетін аттары мен қару-жарақтарын қамтамасыз етсін. Сондай-ақ жүзбасы балалар ертіп келетін 5 жолдасына да, онбасы мен жай қарапайым кісілердің балалары ертіп келетін 3 жігітке де бұрынғы әскер қатарында жүрген жасақтар, егер болашақ Кәшіктәнелердің өздерінде жоқ болса, қару-жарақтары мен мінетін аттарын дайындап берсін. Бұған қоса кім-де-кім біздің жаңадан құрылған Кәшіктәнеге кіргісі келсе, ондай адамдарға ешкім бөгет істемесін деп бұйырған Шыңғыс хан. Және сол тәртіп жасысында Қаптеғұлдардың айрықша дәрежелері де, міндеттері де жазылған. Қаптеғұл отырған жерден ешкім де жоғары отырмасын.
Қаптеғұл тұрған жерден ешкім аты жөнін айтпай өтпесін. Қаптеғұл күзетте тұрған үйге оның рұқсатынсыз ешкім кірмесін. Қаптеғұлдың жанынан өтіп бара жатып, ешкім оған ештеңе демесін, тілдеспейтін болсын. Қаптеғұлдан ешкім ол күзетке тұрған жерде қанша адам барын сұрамасын. Қаптеғұлдың рұқсатынсыз жүрген адам ұсталсын. Қатардағы ноян, мыңбасылар қатардағы Қаптеғұл кәшік-тәнелерден кейін отырсын деп бұйырған Шыңғыс хан. Қысқасы, Шыңғыс хан ордасының тірегі, әскері болса әскерінің әскері кәшік-тенесі болған. Бұларға қай жағынан болса да үстемдік берген. Бұлар Шыңғыс ханның сыртқы жауы түгіл ішкі қастарына қарсы жұмсар шоқпарына айналған. Заманында ханның ханы саналған Шыңғыс ханның өзі. Күндердің күнінде менің тақыма отыратын ұрпақтарымның ұрпақтары маған мұра орнатқысы келсе, сол орнатқан алтын мұрасы болсын, өзім құрған, өзім басқарған 10 мың адамнан тұратын кәшіктене қосынды көздерін қарақшандай сақтасын. Осы 10 мың қосыным еді ғой, өзгелерден анағұрлым жаны ашыған менің қорғаушы бершілерім болған, деп үрім бұтақтарынан бұйырған. Осындай ерекше әскер кәшіктене алтын ордада да бар еді. Бұларды бату кәшіктене демей Төлеңгіт деп атаған. Шыңғыс хан кәшіктенелерінен бұлардың да айырмасы болмаған. Бұлар да хан тағының күзетшісі, қорғаны. Алтын орда хандарды төлеңгіттерін өздеріне қастасқан адамдарын, елдерінің жанын алатын жендеттері еткен. Міне осы төлеңгіттер де түн келе кешкі тұрымнан хан сарайын қоршап алады. Хан сарайынан бекзадалар өз үйлеріне кетісімен ордаға тірі жанды кіргізбейді. Алыс жолдан шаршап келген орысыт адамдары мейман сарай ішіндегі арнаулы бөлмелерге кіріп, екеуден-үшеуден ақ мамық шайы көрпелерден жасалған төсектеріне жайғаса бастады. Гавриил де өзіне арналған бөлмеге кірді. Сырттағы күзетшіден тыс бұның есігінің алдына арнаулы күзетші Төлеңгіт тұрды. Гавриил енді шешініп, жолбарыс терісінің үстіне салынған төсегіне жата берем дегенде, үйге шырақ ұстаған сартағының ұзақ жылғы хатшысы Ромдық қояқ кірді. «Ғафу етіңіз, князь», деді ол басын иіп. «Бірдеме айтпақ па едіңіз?» деді төсегінің үстінде жатқалы отырған Гавриил. «Айтыңыз». «Ханым бұйрығы бойынша қазір сіздің төсегіңізге Төлеңгіт дәйекші бір қыз әкеледі». «Қыз? Оны неге әкеледі?» «Ежелден көне моңғол ғұрпы бойынша қадірлі қонағының қойнына қыз салатын дәстүр бар». «Дәстүр? Христиан дінінде ондай ғұрып жоқ қой. Сартақ хан христиан емес пе?» «Жоқ, ол моңғол». «Қызық екен», деді ойланып қалған князь Гавриил. Бірақ бұл кезде қояқ шығып та кеткен еді. Аздан кейін еңгезердей төленген қырмызы, қызыл, гүлдей әдемі жібек телбіреген қыпшақтың бір уыздай аппақ балдырған қызын ертіп кірді. Шыңғыс хан жасының тәртібі бойынша кәшіктене құр әскери қызметті ғана атқармайтын, орда той думанын, қыз ұзату, қыз беру, тіпті хан сарайындағыларды ас сумен қамтамасыз ету солардың міндеті болатын. Сол себептен орда төңірегіндегі қыз-келіншектердің хан тұқымынан жатпайтын жігіт мырзалардың тағдыры осылардың қолында тұратын. Аға Төлеңгіт хан жарлығын естісімен орда аспазшысы боп қызмет істеп жүрген бір сорлы жесір әйелдің көзінің қарашығындай сақтап отырған жасөспірім қызын алып келген. Әйел көз жасы көл болып қала берген. «Мінекейіңіз», деді Төлеңгіт. Гавриил аузын ашқанша басын иді де шығып кетті. Көктемгі құрақтай талдырмаш жап-жас қыз бота көзінен жасы мөлдіреп ұрысыз жігітіне үрке қарады. Гавриил қатты да қалды. Шынында да қыз ғажайып сұлу еді. Беті аппақ, қыр мұрын, бота көз. Жып-жуан қос бұрымы шұбатылып жерге түсіп жатыр. Әсіресе көзі мұндай ғажайып болар ма? Қап-қара мөп-мөлдір, тостағандай үлкен. Бейкүнә жан сезімнің айғағы боп жасқа тола жаутаң-жаутаң етеді. Қызын өзінен қорқып тұрған Гавриил бірден ұқты, кенет жаны ашып кетті. Аяғын әзер басып қасына келді. Қызын зәресі ұшып кеткен соншалық бүкіл денесі дір-дір етіп, екі қолмен бетін басып еңіреп қоя берді. Аң-таң боп Гавриил тұр. Жігіттің көзі енді ағыл-тегіл жылаған қызының арқа тұсына түсті. Қыз жылаған сайын қалақтай арық-жұқа екі жауырыны тынбай ойнап дір-дір етеді. Гавриил қызын арқасын сипай ұстаған бойы есіктің алдына алып барды. «Қорықпа, тимеймін». Қыз түсінбеді.
Әрі-сәрі болған Гаврил есікті ашты да ар жағында тұрған жас төлеңгіт жігітіне «Қыз үйіне қайтсын, тимеңдер» деді. Сөйтті де есікті қайтадан жауып алды. Сартақ ертең орысы деушілеріне өзінің мақтанышы, жүйрік атын, алғыр тасын, мерген жігіттерін көрсетпекші еді. Соның сәті де түсті. Орысы деушілері орда мергендерімен бірге таң сәрден қасқыр аулауға шықты. Қыс қатты, жылы ұялы қасқырлар тобын жазбай малға көбірек шабатын деді. Биыл қыс өте суық болып, бір ұялы қасқыр тобы тебіндегі хан жылқысын әбден мазасын алып болған. Мінген аттары омбы қарға батып кете бергендіктен аңшылар опығып қала берді. Тек алғыр тазыларының ғана аузы қанданып қайтты. Кешкі астарын ішкен соң қонақтар таңертең келіс сөзге кіріспей боп өз бөлмелеріне тарады. Сартаққа еріп күні бойы қасқыр қуып әбден қалжыраған Гаврил енді төсегіне жатайын деп ыңғайлана бергенде кешегі төлеңгіт бұған таныс ботагөз қызды тағы алып кірді. «Мінекейіңіз». Гаврил қызға таңдана қарады. Қыз кешегідей жылап тұрған жоқ, бірдеме айтқысы келе ме, есік жаққа әлсін-әлсін жәутеңдеп қарай береді. Гаврил қызын бірдеме дегісі келгенін түсінгендей ымдап оны жанына шақырды. Қыз ұстап ала ма деп қорқып, аяғын ілби басып Гаврилдің төсегінің жанына келді. «Не айтасың?» деді әбден шаршаған Гаврил. «Мен бе? Не айтсам екен? Тек сен өзіне сақ бол. Рашиян шарабын беруі мүмкін». «Иә, рас айтам», деді ол жасқана сөйлеп. «Ішіп қойып жүрме, жаман болады». Рашиян шарабы деген сөзі түсінгенмен, моңғол хандарының ішетін шарабы осылай деп аталатын ол бұрыннан да білетін. Қызын не дегенін ұқпады. Бірақ бұның өзіне бір қауіпті ескертіп тұрғанын жүрегі сезді. «Не дейсің?» деді ол қыз күтпеген сұрақ қойып. Анау не дерін білмей үнсіз қалды. Тек әлгі сөзіне мына жігітін түсінбеген еді. Енді ол айтайын дегеніне ишаратпен түсіндірмек болып әлекке түсті. Жігітті нұқсап ол апам айтты, ертең саған Рашиян шарабын беремін деді. Ал сен басын шайқап кесені қолмен итергендей етіп ішпе деді. «Ішсен» деді ол, аузына қолын апарып. Өлесің деп қолмен бір жағын ұстап өліп бара жатқан адамның бейнесін көрсетті. «Рашиян шарабы дейсің бе?» деді ол. «Иә», жігіт ақырын езу тартты. «Рахмет», деді ол, сөйтті де есікті көрсетті. «Бар енді, кете бер». Қыз шыға жөнелді. Адам тағдырында, тіпті кейбір қоғам тағдырында да арақ-шарап белгілі орын алған. Арақ-шарапқа кей жұрттардың өзінің ұлттық қасиетінен айырылып, уақыт алып құрып кеткендері тарихта белгілі. Әсіресе бір елді жаулап алған үлкен жұрт үстемдігімен, қару-жарақты зорлығымен, мәдениет сораққа, тәлім-тәрбиесімен бірге арақ шалабында ала келген. Қару-жарақтың күшімен дегенін кейде істете алмаған шапқыншылар бағынышты елін діні арқылы не арақ шарабы, алдамшы ғұрып дәстүрлері арқылы жеңген. Әсіресе әлгі мемлекет болып шынықпаған кішкентай елдерге арақ шарап үлкен зиянын тигізген. Бұны Шыңғыс хан да жақсы білген, бірақ сан түрлі ұлттан құрылған әскерін жауға айдап салуға құр ғана темір тәртіп емес, олардың ақылын, жан сезімін тұмандататын, қыздыратын бөтен күштерінде керек екенін ұмытпаған. Сондықтан ел тонауды, арақ-шарап ішуді, жеңілген елдің әйел затына қиянат істеуді тыймаған. Өзі де соның бәрін істеген. Кейде тіпті ішкенде оның бірде мас болып шеге хигутын сенен де жоғары күш бар деп ақыл сөзіне ең жоғары тек менің бөркім деп Бөркін хан тағының үстіне қойып, өзі оған құрмет көрсететін тәжім ете бастағаны тарихтағы ақиқаттық. Сол Шыңғыс хан кенет жұртқа ішуді қойдырмақ болған. Ол надан шыққан. Гөдей мен Жағатай Хорезмшах Мұхаммедті жеңіп, Үргенішті шапқан сапарында Шыңғыс хан әскері қырылып қала жаздаған. Хорезм астанасы Үргенішті алғаннан кейін бүкіл әскері болып Хорезмшах Мұхаммедтің жер астындағы сарайларындағы құбырлары сақталып тұрған қанша жыл ішсен де таусылмайтын шараптарын ішуге кіріскен. Үгедей мен Жағатайдың өздері де ішкен. Әскері бір жеті ішкен, екі жеті ішкен, естерін білмей ішкен. Бұл ішу апатқа айналған.
Масан жауынгерлерді шапқыншыларға өшіккен жұрт ретін тауып енді топ-тобымен өлтіре бастаған. Бұны естіген Шыңғысхан қаһарына мінген. Арнаулы жасақтар жіберіп бүкіл жер астындағы шарап сарайларын біздің заманымыздан 400 жыл бұрын мақтанын ұнтағынан Қытайда істелген күкірт от дәрісімен атқызған. Сөйтіп барып әскерін бір апаттан аман сақтап қалған. Соңынан тарихшылар Шыңғысханның кәрін төгіп қатты ашуланғанын, балаларын әкелеріне үлес қалдырмай Хорезмнен қолға түскен дүние мүлкін өзара бөліп алғандарынан дейді. Шыңғысхан қатты ашулану себебі тек бұдан ғана емес, балаларының бас болғаны, мас болып Хорезмшах Мұхаммедтің қашып бара жатқан әскерін қуып жетіп қырып тастай алмағандар да ұлы ханды қатты ренжіткен. Осы оқиғадан кейін әмірші шарап туралы жасысына кірген өзінің мына төмендегі әйгілі өсиетін айтқан. Масаң адам әрі керен, әрі соқыр. Онда ақыл парасат болмайды. Оның ой білігі дарыны түкке де тұрмайды. Ол ұятқа қалудан басқа ештеңе тындырмақ емес. Ішкілікке сынған ел билеушінің қолына ешбір ұлы нәрсе келмейді. Ішшілікке құныққан әскер басшысы да өз сарбаздарының жауынгерлік сабын өз билігінде ұстай алмақ емес. Ал Масан Ноян өзі атқан садақ оғының қайда, неге тигенін білмейді. Егер ішімдіксіз болмайтын болса, ең көп дегенде айына 3 мәртебе ішкен жөн. Не бір-ақ рет ішсе, қандай онда тіпті ішпей қойса өте дұрыс-ақ. Тек ондай мүлдем ішпейтіндерді кездестіру қиын деген. Шамалары келгенше Шыңғыс ұрпақтары әміршінің осы өсиетін орындауға тырысқан. Бірақ қарамағындағы елдерге шауып алған жұртына олар арақ-шарапты қой демеген. Тіпті олардың ақыл-ой, жан сезімдерін әлсірете түсу үшін көбірек ішулерін жақсы көрген. Соған үгіттеген. Бұлардың ойынан тек мұсылман дініндегілер ғана шықпаған. Олар мұсылман дінінің тегеурінді тәртібін бұзсақ кәпір болып кетеміз деп қорыққан. Самарқандтағы болған айтыста Күйік ханның өзі Нұриддин Хорезми имамнан арап-шарақ шаршаған адамды тынықтырады, қайғылы адамның шерін азайтады, жалпы кісінің көңілін көтеріп ойын кеңітеді және өзі жеміс, тары, бидай секілді таза заттардан ашытылады. Соған қарамай, егер адамға жаны ашитын болса, Мұхаммед пайғамбар өзінің үмбеттерінен неге ішпеңдер деп бұйырады деп сұраған. Мынандай бір оқиғадан шыққан деп жауап берген имам. Мұхаммед пайғамбардың бір сахабасы алыс жаққа бара жатып әбден шаршағаннан кейін жолындағы бір жесір әйелдің үйіне қонбақ болады. Ойнақы жас әйел оны қондырмайды. Ал шын қонғың келсе, саған айтатын 3 шартым бар. Біреуін орындайтын болсаң қондырамын дейді. Қандай шарт деп сұрайды сахаба. Әйел, сен бүгін не менің қойныма кел, не 5 жасар балам бар, соны өлтір, не жүзімнен қайнатқан бір шыны шарабым бар, соны іш дейді. Сахаба әйелдің қойнына барсам күнәға батамын. Жазықсыз баланы өлтірсем қылмысты боламын, дозаққа жынамын. Ал жүзімнен қайнатқан бір шыны шарапты ішсем бойым балқып, көңілім көтеріліп, рахатқа батпаймын деп ойлайды. Ол соңғысын істеймін деп уәде беріп әйелінің үйіне қонады. Үлкен шыныдағы шарапты ішеді. Судан кейін мас болады. Массан адам не істемейді, әйелдің қойнына да барады, баласын да өлтіреді. Міне осыдан кейін Мұхаммед пайғамбар бар үмбеттеріне қандай жағдай болмасын, қандай күйге ұшырмасын, арақ шарапты ішпек түгіл мүлдем оны татуға рұқсат етпейтін хадисін шығарған. Алтын Орданың тегіс тірегі тегі мұсылман дініндегі жұрт болатын. Мұсылман дініндегі бұл қауым арақ шарап ішуді күнә санайтын. Міне сол себептен Сартақ та өз ордасына христиан дініндегі сары бұғыны хан бағаулы етіп алған. Ертеңнен келісім сөз бастаған. Ұлы Новгород адамдарының жағдайына қарай 2 жылға дейін олардан шүлен мал басын, ұннан судан алынатын яман, жәмшік салықтарын және егін салығы аваризді. Авариз деген салық деген сөз. Алмайтын болып келісіледі. Осында салықтардан Александр Невскийге жасақ береміз деуші бөтен князьдер арылсын деді. Тек Новгородқа неміс күресшілері аттанса, оған қарсы Алтын Орда әскері шыға ма, шықпай ма, бұл мәселені алдағы уақытта шешпек болды Сартақ. Ал қазір табан астында тұжырым жасауға Ноғай, Сауық, Баһадүр, Мөңке Темір тәрізді Алтын Орда ұлысының ақсақалдарына қарсы шығуға қаймықты. Олар әрине кешегі өздері шапқан елді бүгін қорғауды жөн көрмеді. Оқасы жоқ, деді іштей Сартақ. Әзір Новгородқа жау келіп жатқан жоқ қой.
жау келетін болса, бұл 4 мықтының қиқарлығы былай қалар. Өйткені олар Новгородты шапқан, Орсыт жерін алған жау ертең өзіне ауыз саларын қайдан білсін? Қазіргі Алтын Орда бұдан 20 жыл бұрынғы Алтын Орда емес. Хандықтың бүкіл Кавказ, Әзірбайжан тұсын Құлағу Илхан билеп кеткелі қашан, ал Мауреннахрға таяу Қорасан жағын мен билеймін деп жанталасқан Шыңғыс тұқымы аз емес. Бұдан 20 жыл өткеннен не болмақ? Жоқ. Қазір Алтын Ордаға Александр Невскийден алыстамау абзал. Ал бүгінгі әңгімеден Алтын Орда мен Орұсут бірлестігіне жалғыз ғана ақылшысы Сауық пен Баһадур ғана емес, мына Гавриил князьға еріп келген Святославтың да іштей қарсы екенін Сартақ біліп қалған. Ол Алтын Орда мен Орұсут князьдерінің одағын, деді ішінен тағы Сартақ, амалсыздан мақұлдап отыр. Әрине, кресшілер тағы шабуға шықса, Орұсут елі қазіргі кездеселіс жағдайында оған төтеп беруі екіталай. Святослав содан сескенеді. Жоқ, бұл екі жаудан көрі бір жаумен күрескен жөн келеді. Әйтпесе, және бізге сенбейді. Ел жұртын қан жоса етіп қырған жұртқа әрине сену қиын. Демек, осы шал түбі бізге қосылмайды. Ал бұның пікірменен Александр да, оның інісі Андрей де, басқа туыстарын да санасатыны мәлім. Сондықтан, ұлы Шыңғыс бабамыз айтқан емес пе? Егер жауының ертең қас болатынына сенсең, ондайлардан досының дос кезінде, қасының қас кезінде құтыл демеп пе еді? Міне осындай келісімен қонақтар түскі астан кейін елдеріне жүрмек болды. Тағы да хан сарайының тағамханасында Қыпшақтың дөңгелек тапал жозысы қойылды. Тағы да бие сойылып, дастархан түрлі тағам, ішімдіктер етілді. Сапырылған сары қымызбен бірге сол қымыздай аппақ торасына әкелінді. Керіне саптай аяқпен Алтын Орда безидаларына, Орұсут қонақтарына тартылды. Астау етпен бірге бір мезет күміс кеселерге толтырылған рашиян шарап да әкелінді. Ханның оң жағына Сауық, сол жағына князь Гавриил отырған. Ханға біреу-міреу уыс алып жазым істеп жүрмесін деп Шыңғыс хан тәртібі бойынша дәстүрге айналған әдетпен аяғының ұшымен басып қызмет істеп жүрген бақауыл сары баған ханға келген табақтан бір түйір етті кесіп жеді де, алдындағы алтын кеседегі рашиян шарабын оймақтай шыны ыдысқа құйып бір ұрттамын ішті. Хан өзі бірінші боп алтын кесені көтерді. Өзгелері де сол әдетті істеді. Сартақ кесесіндегі шарапты ішті. Бұған бірен-саран моңғол безидалары қосылды. Ал қонақтар кеселерін қайтадан жерге қойды. Біреуі де аузына апармады. Сартақ аң-таң қалды. Бұлары иесі кеше осы рашиян шарабын кеселеп ішіп еді ғой бұлар. Қалай мас болмайтындарына таң қалған. Ал бүгін бірдемеден сезіктеніп отыр ма? Неден сезіктенеді? Әлде бақаудың менің кесемнен шарап дәмін татқанынан ба? Ол кеше де сөйтіп еді ғой. Содан бұларға бір жаман ой келді ме? Жоқ, бар кесемнің шарабынан тата берсе, табанда мас болады ғой. Бақауылға ол келіспейді, тәртіп солай. Демек, бұлардың шарап шүлпеулерінде бір гәп бар. Қонақтардың күдік алғаны жай нәрсе емес, не істеу керек? Шарапты қалай тексергенін ыңғайлы. Ал егер расымен ол шарапта бірдеңе болса, сіздер шарапты неге алмайсыздар, деді ол, Гавриилден гөрі сөзін Святославқа тигізе. Святослав үндеген жоқ. Кесесін төгіп алмайын дегендей жайлап көтеріп, қолын сәл созып қарсы жағында отырған Сауықтың алдына қойды. Бағанадан бері әдет бойынша тек торасын бозағын ішіп отырған хан ақылшысы Орұсут ойын бірден түсінді. Ол аспай-саспай кесеге қолын созды. Мына зұлым Орұсут шалы дұрыс істеді. Бір пәле келсе осы Сауықтан келеді. Кешеден бері біздің ойымызға Алтын Орда мен Орұсут князьдерінің одақтасуына қарсы екенін жасыра алмай жүр. Бірақ Сауыт, бала жасан мені бері моңғол ішімдігі турасынға үйренген едім, Қытай шарабын суқаным сүймейтін еді, деді. Сөйтті де кесені аузына апара берді. Қадірлі қонағымыз тұсынғаннан кейін амал бар ма, көңілі қалмасын. Жоқ, деді ішінен Сартақ. Кәрі ақылшымның еш айыбы жоқ екен. Ал егер шарапта, тоқтаңыз, деді хан кенет. Сауықтың қолын ұстап, өмір бақи ішпей келгеніңіз бәрімізге аян. Ұшынып қаларсыз, сосын жан-жағына қарады.
хан ордасының сыйынан қонақтардың күдіктеніп отырғаны оған батып кетті. Ал шараптарды жинап ал деуге тағы ретін таба алмады. Онда мынау ішімдік тіпті таза болған күнде де текке күдіктенбеген екенбіз. Ішінде бірдеме қосылған соң ханның өзі әкеттірді дейді ғой қонақтар. Бір сұмдықты мен өзім әдейі істетіп отырғандай, деді ол ішінен. Сартақ қайтадан жан-жағына қарады. Егер кейін бұрылса, ол арт жағында иіліп жарлық күтіп тұрған бақауыл сары бұғыны көрер еді. Бірақ ол кейін бұрылмады. Ханның көзі есік алдында тұрған 17-18 жасар қыпшақтың сұлуша келген сүлгіші бала жігітіне түсті. Қолымен меңзеп оның қасына шақырып алды. Іш деді. Сауықтың қолындағы кесені нұсқап. Ештеңеден қапері жоқ жас жігіт атақты хан ақылшысын өз қолынан шарап алғанына мәз болып, ұсынған кесені қаттырақ қыса сынып кететін гауһар шыныдай екі қолмен абайлап ұстап аузына апара берді. Хан бұйрығын импрамнан бұзуға хақы жоқ. Бала жігіт іше бастады. Бір-екі жұтқанда ғана өзінің мұсылман екені, шарапты өз еркімен ішсе кәпір болып кететіні есіне түсіп кенет тоқтай қалды. Хан ием, деді ол, мен мұсылман едім, осыдан артық ішпеуге рұқсат ет деп өтінбекші болды да кенет құлай берді. Хан орнынан тұрып кетті. Кенет есіне Қарақорымға барған жерінде Тұрақина қатын берген уынан өлген ұлы князь Ярославль түсті. Содан кейін ғой, ұлы князьдік балалары Александр мен Андрей күйіктен ат құйрығын біржолата кесіп, менің әкем бату жағына шыққаны. Япыр-ай, деді ол ішінен. Інісі Гавриилге қастық ойлап кім екен? Ұлы князь Александр Невский екеуміздің арамызға от салғалы жүрген. Қонақтарға берілген шарапқа кімнің у салғанын қанша тексерсе де Салтақ біле алмады. Ал құр сезіктеніп біреуді жазалауды Сартақ әдет етпеген. Хан тағының қауіп-қатеріне әлі үйренбеген. Әрине, егер ол Гавриил қойнына салмақ болып төлеңгіт апарған құндыз қыздың аспазшы шешесінен сұраса, әлденелерді түсінер еді. Бірақ одан сұраған жоқ. Ал төлеңгіт бұл жас қыздан бірдеме болды-ау. Князьға шарабында у бар екен, осы айтпады ма екен? дейтін күмәнді ойдан тіпті аулақ еді. Оның үстінде мұндайда пәлелі затқа кімнің қатынасқысы келеді? Төлеңгіт жұмған аузын ашқан жоқ. Ал шынына келсек, қызына тимеген Гавриилға риза болған аспазшаны сол күні шарапқа күшәла шырнысын қосылған әлде қалай сезіп қалып, князьға айт деп қызын жерген өзі еді. Құндыз төлеңгітке орыс сүт князі ертең кел деген деп үйреткен де осы шешесі болатын. Шарапқа уды кім салды, оны кім білді? Орыс адамдарына кім айтты? Бәрі Сартаққа жұмбақ еді. Әйтеуір сол шарапты ішкен бала жігіт бір күн ессіз жатып әзер дегенде басын көтерген. Аузына үнемі сүт құйып емдеген орда дәріші шарапты көбірек ішкенде бейшараны құтқара алмайтын едім. Аз ішкені абырой болды. Бойын тегіс алып кете қоймаған уды жас шіркін жеңді деді. Орданың қауырт шаруалары бөліп кетіп, бұл оқиға Сартақтың есінен бірте-бірте шыға бастады. Тек ойында қалғаны шарапқа әрине уды осы сарай маңындағы біреу салды. Кім болса да Александр Невский мен менің арамда жатқысы келген адам. Бірақ ондай адам дәл менің маңымда жоқ тәрізді. Сауық дейін десем, рас ол ұрысыттарды жек көреді, бірақ дәл мұндай жауыздыққа бармайды. Ұрысыттарды жек көргені үшін маған қастық ойламайды. Және сол күні ана орысыт шалы ұсынған шарапты ішпекте болды ғой ол. Ішімдіктің улы екенін білген десек, сонда сауық ішемін деп кесені аузына апармас еді. Бір сылтауындап ішпей қояр еді. Жоқ, ол емес. Сонда кім? Жау сырттан, мұнда тек оның тілегін орындаушы ғана бар. Ал сырттағы жау кім? Алтын таққа отырған ханда әрине үш десетін адам аз емес. Сөйтсе де мұндай іске меніменен тек бақ күндес кісі ғана барады. Менімен ондай бақ күндес тек Берке. Бұл оқиғаның бір ұшы сонда жатыр ма? Бірақ менің ордамда маған у берердей кісі жоқ қой. Тек Берке ордасынан бізге осыдан 5 жыл бұрын келіп қосылған Сарыбұғы бақауыл бар. Әлде сол ма? Жоқ, ол емес. Ол Беркені сасық құс шылғауындай жек көреді. Тегі аты жөнсіз сезіктенудің қандай қажеті бар? Жазықсыз біреудің обалына қалып жүрмеймін. Егер Сарыбұғы десем, сол 5 жылдың ішінде мені өлтірерліктей талай мүмкіндігі болды ғой. Неге өлтірмей келді? Жоқ. Сарыбұғы емес,
Беркені атуға оғы жоқ. Сонда кім? Шарақ оғды кім салған Сартақ қанша ойласа да таба алмай қойған. Бірақ бұл іске Беркенің қатысы барына күмән келтірмеді. Өйткені Берке де Александр Невскиймен жақсы. Кім болса да мені сол Александр Невскийден айырмақ жан. Ондай адам осы Берке ғана болуы мүмкін, деді ол ішінен. Сол себептен де Сартақ көктем шыға сар жайлауына келіп, жер әбден қатып тасыған, өзен сулары мүлдем қайтқан кезде бір жағынан Ұлы хан Мөңкеге сәлем беріп, екінші жағынан Алтын Орданың қарамағындағы елдермен қарым-қатынас жүргізуді ақылдасу үшін Қарақорғанға сапар шеккен бетінде Шыңғыс ұрпақтарының біразымен кеңесті де жолдағы Берке ордасына соқпай бірден әрі қарай асып кетті. Бұны естіген Берке бұлқан-талқан боп ашуланды. Жанына 100 нөкерін ертіп, Жайық өзенінен мың төлеңгітімен өткелі жатқан Алтын Орда ханын ат ауыстырып, суыт жүріп қуып жетті. Жошы ұрпағының Алтын Орда хандығында ең үлкенім мен едім, деді ол алқына сөйлеп. Алыс сапарға шығып бара жатып, жолындағы ордама неге соқпадың? Ұлы хан үйге деймен не сөйлесетінді неге ақылдаспадың? Қысты күні оқиғадан бері және кейбір араларына іріткі салып жүрген саққұлақтардың сөзіне қарап, Берке менің шын қасым, маған жақсылық ойламайды, деп әбден сенген хан, әкесінің туған інісі болса да бетіне тесіле қарады. Жошы ұрпағының үлкені болсаңыз да сіз мұсылмансыз, деді кенет сұп-сұр боп кетіп. Ал мен христиан дініндемін. Маған сіздей мұсылманның бетін көрудің өзі күні. Солай ма еді? Деді кенет ызадан тұншығып кете жаздаған Берке. Оң қолын сұқ саусағын шошайтып, онда қош бол. Ешкім оған қарсы ештеңе деген жоқ. Тек Сартақтың аржағында сабалы қымыздың жанында тұрған бақау сары бұған оң қолын көтергенде күн сәулесімен шағылысып жарқ ете қалған. Сұқ саусағына киген жүзігін үлкен қауар тасын көрді. Өткір сәуле көзіне түскен сары бұғы алақанымен бетін жаба қойды. Бұны байқаған Берке тағы да қош бол деп кәрілген Сарлаққа бір қарады да, анадай жерден нөкерлерінің алдында бір жігіт ұстап тұрған көкжалына асыға барып мінді. Ешкім жыңған аузын ашқан жоқ. Тек Берке ұзағынша Сартақ орнынан қозғалмады. Хан қолы сол күні-ақ Жайықтан өтіп, Ертіс даласынан қарай беттеді. 2 күннен кейін нөкерлі қол Ырғыз өзенінің тұсына жетті. Сол күні Сартақ кенет ішінен қан кетіп, қаны науқастанып қалды. Таңертеңгі жеген еттен бе, әлде бағана Сарыбұға берген қымыздан болды ма, өзі де білмеді. Сағат сайын халі нашарлай түсті. Сонда ғана ол осы сапарға бірге шықпақ болған орда дәуіршін ертпегеніне қатты өкінді. Әттең не керек? Қанша өкінсе де өкініш оған жәрдем бере алмады. 2 тәулік өткенде белгісіз кеседен Сартақ сандырақтап жатып дүние салды. Ал немересінен сөз естіген Берке қабағынан қар жауып ордасына қайтып келген. Бұл сирек сақалды жалпақ бет сары кісі болатын. Мекке шейхтері тәрізді ұзын шашын 2 құлағынан асыра тарап тастаған. Бір құлағына 8 бұрышты асыл тас орнатқан алтын сырға таққан. Беліндегі алтын белбеуін жасыл бұлғар-бұлғарсынан сан түрлі жақұт жауһар тастармен әшекейлеген. Белінде қылыш қанжар тәрізді қару жоқ. Тек алтынмен зірленген 2 қошқар мүйізі бар. Үстіне басына киген жібек шапан, жібек қалпақ, аяғында қызыл шегірен бұлғардан тіккен кебіс мәсі. Ол шатырына кіріп, мойнына белбеуін салып, жұртқа естірте сарнай жөнелген. Уа Алла тағала, егер Мұхаммед пайғамбардың діні адал дін екен рас болса, маған дініме тілі деген кәпір Сартақтың жазасын бере көр, деп ағыл түгіл жылап тілеген. Бірақ Алла тағала Беркенің тілеген сол күні бермеді. 2-ші күні де бермеді. Ал шығыс жатқан ат дүбір естілген сайын келуге тиісті жақсы хабарды жаны шыға күткен Берке Құдайына құрбан айтып Сартақтың өлуін сұрап сыртқа құлағын тосумен болды. 3-ші күні де еш хабар келмеді. Тек 4-ші күні ғана Берке күткен жақсы хабар жетті. Орда үстіне қолына қара жала ұстап атын сабандата шапқан шабарман Алтын Орда ханы Сартақ бүгін таң ата дүние салды. Қараң қалдық деді. Мұхаммед пайғамбардың шын үмметі және киелі жан екенін Берке. Оған Сартақтың тілі тиіп еді,
қарғыс атты, деді мұсылмандар. Ал Бергештен алтын ордаға хан болу кезегі енді менікі деді. Бірақ Қарақорымдағы моңғол ұлы ханы алтын орда тағына батудың кенжесі Ұлақшыны бекітті. Тек ол да бұл тақта ұзақ отыра алмады. Жарты жыл өтпей хан ордасына әдет болуға айналған кесел одан бұ да қайтыс болды. Кезек енді Беркеге келді.